Өзге де тақырыптар. Бүгінгі дейін жалпы құны 2 триллион теңгеге жуық мүлік пен қаржын заңдастыру туралы өтініш түскен. Бұл дәулеттің 1,6 триллион теңгесі жария етілді. Оның ішінде 683 миллиард теңгесі Қазақстан аумағындағы, 2 миллиард теңгесі шетелдегі мүлік, ал 894 миллиард теңге қаржылай капитал. Бұл туралы бүгін Астанада мемлекеттік кірістер комитетінің өкілдері мәлімдеді. Олардың айтуынша, Қазақстан бойынша мүлікті жария ету көрсеткіші жағынан Астана мен Алматы қалалары көш басында. Шетелдегі капиталға келсек, ең көп өтініш Ресей, Өзбекстан, Біріккен Араб Әмірліктеріндегі мүліктер бойынша түскен. Жүргізілген субъектілердің саны 91 мың адамнан асты. Оның 80-і шетелдегі мүліктер бойынша. Жария етілген жылжымайтын объектілер саны 85 мыңнан асты. Оның 6 мыңы коммерциялық объектілер, ал 28-і шетелдегі мүліктер бойынша.